Өмірде ерлік жасауды күнделікті жұмысы көретін адамдар бар. Олар сіз бен біз секілді қарапайым адамдар. Дүкенде, көшеде, аялдамада күнде кездестіретін осы бір үлкен жүректі азаматтардың мыңдаған жанды, еңкейген кәріден еңбектеген балаға дейін құтқарғанын біле бермейміз. Олар үнемі басқалардың өмірін құтқарамын деп басын қатерге тігеді. Қорқынышты білмейді. Қорқақтық олар үшін жат. Мінезді, ерік жігері мықты, рухы күшті адамдар басқаларды құтқаруда парыз санағандықтан да мамандықты жүрек қалауымен таңдаған. Бүгін біз сіздерді Түркістан қаласының нөмірі 39-шы мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің нағыз батырларымен таныстырамыз. Бұл жерде қазір таңда штаттық кестеге сәйкес 75 адам жұмыс атқарады. 4 ауысыммен жаңағы күнделікті кезекшілікке 12, 13, 14 адам шамасында түседі. Енді оның ішінде арнайы өрт оқиға орнына баратындар есептік сәйкесіне сәйкес 9-10 адам болады. Енді бізде қазір таңда бөлімде 7 бірлік техника бар. Барлығы жаңа техникалар. Соның ішінде негізгі 1 техника, арнайы 2 техника. Енді біз осы 39-шы мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі осы жаңа қала аумағында орналасқаннан кейін бізде биік ғимараттар көп, білесіздер. Енді осы жерде бізде АКП 50 деген автосатымыз бар, арнайы. Сол жаңағы 50 метрлік биіктікке дейінгі кез келген жаңағы өрт оқиғасын, төтенше жағдайлар, авариялық құтқару жұмыстарын жүргізуге дайын техника. Осы бір ай көлемінде 15-тен аса өрт оқиғаларына шықтық. Бізге қоңырау түседі, сразу бізде есептегі бөлімдегі техника және жеке құрам өрт оқиға орнына шығады. Шығу барысында бізде сол бөлімнен шыққан уақыттан бастап бізде барлау жұмыстары басталады. Яғни сол болып жатқан өрт оқиғасы бойынша біз барлық мәліметті өрт оқиғасы орнына жеткенге дейін біз зерделеп біліп баруымыз керек. Жаңағыдай көше атауын біліп, сол көшеде қандай гидранттар бар, қандай жарамды ма, жарамсыз ба, соның барлығын біліп, өрт оқиғасы орнына барғаннан соң бізде қосымша тағы да барлау жұмыстары жүргізеді. Өрттің ауқымына қарап, жаңағыдай газ түтіннен қорғау буының құру қажет па, или жаңағыдай құтқару жұмыстарын жүргізу керек па, адамның бары жоқтығы, электр сымынан ажартылған, ажартылмандығы бойынша біз енді сол жердегі үй егесінен немесе қоңырауда хабарлаған адамнан барлық мәліметті алуға тырысамыз. Енді жалғыз біздің ғана қолымыздан келетін оқиға емес, біз барлығынша өшіруге тырысамыз. Сол жердегі кез келген адам, өртті көрген адамның да бізге көмегі керек, себебі барлық бірінші жаңағы мәліметті алу үшін бізге. Ішінде адам болуы мүмкін, жаңағыдай үйдегі қолданылатын газ, пропан баллондар болуы мүмкін. Сол секілді информацияларын бәрін біліп, өртті сөндірумен және өшірумен айналысамыз. Өртке барған кезде біз дер кезінде өрт сөндіруге өзіміз ішіндегі балдармен ақылдасып, өртті қалай сөндіреміз, не болып жатыр, соның бәрін іште баратқан кезде дер кезінде ақылдасып, бәрін сөйлесіп, шешіп аламыз. Өртке барып, ары қарай өрттің басында ары қарай жұмыс істей береміз біз өзіміз. Ішінде адам бар дейтін болса, біріншіден адамның өмірін құтқарып, сыртқа алып шығып, баратқан кезде 103 нөміріне хабарлап, 103-те біздің арқамыздан келіп жету керек. Келген заматта соларға алып шығып беріп, алғаш көмектерін соларға көрсетіп, ары қарай өзіміз жұмысымызды сөндіруді істей береміз. Білесің ғой, жанып атқан екен, барып өшіруіміз керек, біздің міндетіміз сол да. Ішінде қорқып тұратын болсаң, біз өшірмесек, сырттан келіп ешкім өшірмейді мысалға. Сол сияқты бізде қорқыныш жоқ та ондай. Прямо барамыз, өшіреміз, жұмысымызды істейміз, қайтамыз. Өрт сөндірушілер нағыз қаһармандар, жас өрендерге үлгі болатын батырлар. Олар тілсіз жаудан бізді құтқаратын қорғанымыз.